піскен кезде еш жарылып кетпейтін, өзінің формасын әдемі ұстап тұратын идеальный тефтерийларды жасайтын боламыз. Ол үшін фаршқа пиязды езіп салып аламыз және жуаны теркадан өткізіп саламыз. Содан кейін бір жұмыртқа және дәміне қарай қара бұрыш, тұз саласыздар. Дәміне өздеріңіз қалаған дәмдеуіштеріңізді қосасыздар, ал мен тек қара бұрыш пен тұз қосатын боламын. Және 2 ас қасық ұн саламыз. Осы ұн мен жұмыртқа біздің тефтерийларымыздың формасын жақсы ұстауына себеп болады. Содан кейін жуылған күрішті саламыз. Бұл күріш алдын ала жарты сағаттай судың ішінде бүгіп тұрды. Сосын осылай жақсылап тұрып барлығын араластырамыз. Соғып аламыз отбивной котлеті сияқты. Сонымен біздің тефтериіміздің фаршы дайын. Енді сорпасын жасау үшін біз жуамызды жақсылап турап, ұнтақтап, содан кейін картошкамызды турап дайындап аламыз. Менің видеомды көріп отқан достар, міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыздар және комментарийға өз ойларыңызбен бөлісе кетіңіздер. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Әр комментарийға жауап беретін боламын. Чеснокты ұнтақтап турап, сәбізді теркадан өткізіп алдым бұл жерде. Енді біз осы қуырмашымызды қуыратын боламыз. Ол үшін жылқы майына қолданам мен. Жылқы майына жуамызды және сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Содан кейін сәл ғана тұздап, сосын сарымсағымызды салып, жаңағы ұнтақталған, жақсылап тағы да бір қуырып аламыз. Мен бұл жерде томат пастасын қолданбаймын, тек қана осы сәбізбен тамағымыздың дәмі де, түсі де кіріп әдемі болып тұрады. Содан кейін суық су құйып, суы қайнағанша тефтерийларымыздың формаға келтіріп дайындай береміз. Суға тұз салуды ұмытып кетпеңіздер, дәміне қарай өздеріңіз саласыздар. Мінекей біздің фаршымыз дайын болған. Осыны қолдарыңызды алдын ала сулап алыңыздар суық сумен. Сонда біздің фаршымыз қолымызға жабыспайды және біздің жұмыс істеуімізге ыңғайлы болады. Осылай дөңгелетіп, барлығын формаға келтіріп аласыздар. Үлкен дөңгелек қылсаңыз да, кішірек қылсаңыз да, бұл тефтерийлардың формасы еш бұзылмайды және піскен кезде жарылып кетпейді. Алдын ала қуырып, оны майға салып деген сияқты ондайды еш қажет етпейді. Мінекей біздің суымыз қайнады. Енді осыған картопты саламыз да, бір араластырып, осы күйінде бірден тефтерийларымызды салатын боламыз. Тефтерийларымыз салғаннан кейін суы әбден қайнағанша, қатты отта, суы қайнағаннан кейін отты сәл орташа отқа азайтып, орташа отта ары қарай пісіретін боламыз дайын болғанша. Достар, осы тефтерийларыңызды осы менің нұсқаммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Мінекей біздің сорпамыз дайын, тефтерий сорпамыз өте керемет, өте дәмді болып шықты. Формасын күшті ұстап тұр. Жарылып кетпеді. Осылай міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Әйгерім Ас Софи. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер.